Теңгенің еркін айналымға түсуі тұрғын үй нарығына әсер етпей қоймады. Баспана бағасы 2016 жылдың соңына қарай 20%-ға дейін төмендеуі мүмкін. Отандық сарапшылар осындай пікірде. Қазақстан 2050 қозғалысының сарапшылық клубы өткізген отырыста тұрғын үй нарығындағы жағдай жан-жақты талқыланды. Қазір сатушылар да, сатып алушылар да әліптің артын бағып отыр дейді сарапшылар. Сондай-ақ олар ипотекалық несиелер барған сайын қол жетімсіз бола түседі деген пікірде. Өйткені банктер талаптарын одан әрі қатаңдатуы мүмкін. На рынке сложилась такая немного шоковая ситуация. Нарықта қазір шок жағдай қалыптасты. Сатушылар да, сатып алушылар да әліптің артын бағып отыр. Валютаның жаңа бағамын түсініп үйренгенше уақыт кетеді. Келісім шарттар айтарлықтай азайды. Кейбірі орта жолда үзіліп жатыр. Доллармен қойылатын бағалар төмендейді. 2016 жылдың соңына қарай 20%-ға құлдырайды. Біздің ортақ болжамымыз осы. Ал тұрғын үй құрылыс жинақ банкі доллар бағамының ауытқуына байланысты ұтылған салымшыларына өтемақы береміз деп отыр. Елбасы тапсырмасы бойынша қазір бұл істің арнайы механизмдері пысықталып жатқан көрінеді. 1 миллионға дейін жетпейтін салымдары бар салымшының саны 400-ден аз, 415-416 мыңдай болады біздің банкте. 1 миллионнан асқанда енді елбасы тапсырма берді, 1 миллионнан асқан салымдары болса біздің банкте, оған енді арнайы механизмді қазір әзірлеп жатырық. Ол механизм болады, жақын арада дайын болады деп ойлаймыз. Ұлттық банк Қазақстаннан екінші деңгейлік банктегі жатқан салымдардың 1 миллионға дейін депозиттерді жаңағы компенсация жасайтын механизмді әзірлеп ұсыныс енгізу керек.